темірдің асқын тотығы бар. Ол F3 болады. Fe3 O4 болады. Яғни темір екі түрлі тотығады. Ал осы екі түрлі тотық екеуінің ортасындағы электрондардың ауысынан магнит пайда болады. Көрдіңіз бе? Темірді түсірдік, онда күш бар дейді. Ал бұл магнитті сіз ойлайсыз, жай зат деп. Біздің мына телефоныңыз магнитпен жүріп отыр. Жер шарының өсінде балқыған темір бар. Бұл балқыған темір жер шарына сызық магнит өрісін таратады. Ол тараған магнит өрісі ана күннен келген атомдық сипаттағы радиациясын тосып отыр. Магнит өрісін тосып отыр. Егер жердің бетінде темір өрісі болмаса, ол жерге оңтүстік полюс пен солтүстік полюс, оңтүстік ек пен солтүстік ойыске жердің бетінен шыққан магнит өрісін бұлай сызық қып таратпаса, күннен келетін радиацияны тоса алмаймыз. Егер жердің бетінде темір болмаса, сізбен біздің мына өрісті қиып отырып тарайтын мына интернет сигнал, телефон сигнал болмайды, радио сигнал болмайды. Жердің бет ішінде темір, өсінде балқыған темір болмаса, бізде атмосферада ионосфера болмайды. Ионосфера болмаса, радиосигнал ионға соғылып қайтып келмейді. Ионосфера болмаса, күннің сәулесі бізге тіке түсіп, сізбен біз болмас дедік, болсақ та шашлық болып пісіп қалар едік. Міне, Құранда айтатын темірді түсірдік, онда күш бар дейді. Енді Англияның болат темір өнеркәсібін тартып алудағы мақсат не? Бұл темір, болат мәңгі бақи адамзатқа керек зат. Темір болаты мол мемлекет, дүниеде ең мықты мемлекет. Кім темір өндірсін, болат темір өндірсін де мықты болады, дүниеде алдына өседі. Сондықтан Ленин болат темір өндірсін қолына алатыны, Сталин өнеркәсіптен үшін болат темірді өндіреміз дейтіні содан. Сол үшін Мао Цзедун деген ақымақ коммунист бүкіл Қытайда темір бар жерден де жоқ жерден де темір өндіремін деп 15 жылда Англияны басып, 20 жылда Америкадан озамыз дейтін уранды жасайтыны. Бүкіл Қытайда ағашты, бұта бүргенді шауып, жерден руда қазып, ол руданы қорытып, ол темір демес, әйтеу бытқыған зат, оның бәрін жаңағы ішкі Қытайдың зауытына тасып, бүкіл экология құрып, бүкіл жерде ел, тіпті аудандық үкімет, облыстық үкіметтің ауласында кәдімгі үлкен қазандықтарға рудан астына көмір жағып, ағаш отын жағып, руда балқытатын ақымақтықты болған себеп. Солда ана Сталин мен Ленин келіктеп, болат темір өнеркәсібі дамыса, сол арқылы өнеркәсіпті елге айналамыз деген нәрсе. Енді Маудың арманы дұрыс, бірақ жеткізу жолы мүлде қате, күлкілі және қайғылы. Бүкіл Қытайдың экологиясын құртты, экономикасын құртты. Болат темір өнеркәсібі мемлекеттің тірегі негізі. Оны Ленин мен Сталин білгендіктен солай істеді. Енді қара. Болат темір тіке қару жараққа қатысты. Болат темір сенің тіке тұрғызатын үйіңе, амандығыңа қатысты, салатын көпіріңе, туннеліңе қатысты. Болат темірді өзің өндірмесең, елдің сапасыз болат темірін алсаң, сенің үйің құлайды, темірің, көпірің, туннелің құлайды. Болат темірің болмаса, танкте жасай алмайсың, қаруда соға алмайсың, мылтығыңда, пулеметіңде болмайды. Екінші дүниежүзілік соғыста Американың өндірген танкі бүкіл еуропалық одақтастарынан, ішінде Совет одағының танкісінен көп болған. Неге? Америкада болат темір өнеркәсібі мықты болған. Американың сол кездегі машина өндіретін компаниясының барлығы бір-ақ сәтте танк өндіріп кетті. Қарулы әскери техника, бронды техникалар өндіріп кетті. Сонда Американың болат темірінің көптігі сол. Бүкіл көлік өндіретін техникасы танк өндірді, және оның танктер сапалы болды. Мына қазіргі елдердің мініп жүрген хаммерлері, джиптері, сол кезде Американың джип компанияларының жасаған кәдімгі көліктерін тікелей танкқа айналдырып жіберді. Кейін соғыстан кейін барып ол технологиялар халыққа беріп, мына хаммер мініп жүргені сол, мына шіріген байлардың. Енді қараңыздар. Англия не Қытайдың аталмыш фейк жекеменшік компаниясының қолынан ол билік партиясы мен қарсылас партиясы өмірі болмаған ымыраға кел отырып тартып алды. Англия соғысқа дайындалып жатыр. Болат темірсіз соғыс болмайды. Болат темірді Қытайдың компаниясының қолына беріп қою үлкен қателік болды.
Сондықтан Англияның саясаткері кеше телевизорда айтып жатыр, ютубта айтып жатыр. Біз өте үлкен қателік жібергенімізді кеш білдік, ештен кеш жақсы, сондықтан осы шешімді қабылдадық дейді. Қытайға беріп, Қытай көрдің бе адам, елдің ең қолқа жүрегін сатып алған ғой. Қолқа жүрегін Англия басқара алмай, Қытай басқарады. Ал ол, мен айтам, жекеменшік компания, фейк компания. Сайда саны құмдаз жоқ компания. Енді қараңдар. Қытай неге фейк капиталистерді қолдан жасады? Себебі ұлттық компаниялар шетелдің көптеген нарығына кіре алмайды. Сондықтан олар Қытай айтады, бізде міне жекеменшікке рұқсат берді деп қойып, фейк жекеменшік алпауыттарды қолдан жасайды. Джек Ма, Алиэкспресс, анау мынау, соның барлығы. Бұның барлығы нені істейді дегенде, айналып келген кезде батыстың экономикасына кіру. Енді ең сұмдық ақпарат, Трамп билігі Нью-Йорк қор нарығынан қытайлық компанияларды ығыстырып шығуы мүмкін. Егер Нью-Йорк қор нарығынан қытайлық компанияларды ығыстыратын болса, Уолл-стрит көшесі, яғни Нью-Йорктағы бүкіл қаржыны ұстап отырған қаржы нарығы өте зор көлемдегі қаржыдан айырылуы мүмкін. Себебі салынып тұр ғой қаржы, және ол жиып тұр. Бірақ Қытайға соққы болады. Енді бұл жерде Трамп Американың бүкіл қаржысын ашсалақында жұмса жұдырығын ұстап отырған шонжар қаржы иелерінің, байлық иелерінің көңіл күйіне қарай ма? Жоқ, Қытайды ойсырату үшін, Қытайды мына Американың қаржы нарығынан ары қарай қор нарығы арқылы ақша жиюдан шеттету үшін оларға соққы бере ме? Бұл алдағы уақытта Трамп билігінің шешетін әңгімесі. Шынында да бұл өте үлкен, әлемдегі өте үлкен, сұрапыл, тіпті жұрт ешкім ойлап жете алмайтын сұмдықтар болып жатыр. Көзіңізді ашып, таңертең тұрып, телефонымды бүйтіп, әлі төсегімде тұрмын әлі. Қарасам сұмдық. Ойбай, намаздың уақыты болайын деп, күн шыққанға аз қапты, жарты сағат қапты, албан, жалбан етіп, атып, тұрып, тақарат алып, жуынып, шайынып, содан ғұсыл алдым, кеше ғұсыл алдым, жуынып, шайынып, таң намазымды оқып, сол таң намазымды оқып болғаннан кейін бүйтіп қарасам, Трамп мұншама пайыз салық сапты дегенде, мен өзім сенбей қалдым. Ары бері бір жеке қаталысып отыратын жазым десем, олар да айтады, бізде білмей, Трамп енді кейде фейк ақпарат деп, CNN-ді, Washington Post, New York Times тұрады. Мен айтпаған сөзді бұрмалап жазды деп. Өткенде Блумбергті тепкіледі деп. Фейк ақпарат деп тұрып, шалыңыз аланып, сұхбат бергенде күлем, мына шал жас күнде қандай болды екен. 80 жасында бүйтіп, арыстандай атылып тұр, Блумбергтің тасталқан шығарды. Менің марқұм анам айтатұғын. Әкем жарықтық, энергиясы тасып, жаңағы жас жігіттен арман ғой. Біз бір нәрсені айтқанда қозғала қоймасақ, әкеміз тура нетіп кетен. Әкем тура енді сөздің шыны тура осы Трамп сияқты мінезі бар кісі еді. Энергиясы. Алматыда осы қара күзде, жаңылмасам, қараша айында әкем ыстық болып кетті деп терезені ашып қойыпты. Мен тоңып кеттім. Соны әке, ыстық емес қой, біздің өзіміз міне үстімізге жүнжейде киіп алдық. Терезені жабайықшы дедім, ана тек қана кішкентай портушканы, ана кухняның ас үйдің портушкасын ашайын, сол жетеді десем, ойпыр-ай, үй дымық болып кетті, үйсіп кетті дейді әкем айтады. Соны шешем күледі. Ойпыр-ай, мына шал қазірдің өзінде бүйтіп лап етіп жүр, жас күнінде неғып өртеніп кетпеген деп шешем әзілдейді. Шешем әзіл қойлау кісі болады. Мына біздің әзілге бейімдігіміз, мына сатирамыз шешеміз жақтан келген. Мына тура бетің жүзің демей тіліп айтатынымыз әкеміз жақтан келген мінез ғой енді. Енді сөздің шыны керек, әкеміздің ақиқатшылдығының 50%-ына да жетеміз бе, жетпейміз бе, Құдай біледі. Ол кісі жұрттың назарында енді бір адам ол кісіні жаман деп айта алған емес. Жұрт Біләш айтты десен, онда шын екен дейтін деңгейге жеткен. Біләштің сөзі, нотаристің сөзі, молданың сылжылатындай болып қабылданып кеткен адам еді. Шыншылдығы, турашылдығы, бетің жүзің демейтіндігі, жетім жесір, кедей кепшік, жарлы жақпай, міскін пақырға тура жүрегін жұлып беретін, көмектесетіні, жетім жігіттерді үйлейтіні жұрттың алдында аңыз болып қалып қалған кісі болады.
Қысқасы, бірді бір, екіні екі дейтін. Сондай кісі болады. Енді мына Трамптың мына турашылдығынан шығып кетті ғой әңгіме. Оның кей мінезі мен әкем мінезіне ұқсайды дедім ғой. Трамп алды да езуін тіліп отырып жаңағы Блумбергті ұрды. Соны ойлап қалам. Блумберг Трамптың бір сөзін бұрмалап жазған ғой. Трамп Қытайдың компьютер, жаңағы ұялы телефон тауарларына жаңағы салықтан босатты деп. Жоқ, салықтан босатпапты. Тек уақыттық деңгейде жаңағы бұрынғы жазалау салықтарынан босатқан, бірақ ана негіздік салықтарды төлейді. Оның ішінде 20% фентанил салығы да бар. Ойбай, Трамп Қытай өндіретін гаджеттерге, Қытайдың жаңағы компьютер ноутбугіне, планшеттеріне, Қытайдың телефондарына салықтан босатыпты. Бекер сөз. Жазалау салығы әлі бар. Міне. Сондықтан бұл жердегі әңгіме осында тұр. Енді Трамптың, мен өзім қазір сіздерге сөйлеп отырмын, міне 2 сағатқа таяп қапты. Трамп ары қарай ол салығын қалай түсіндіреді? Ақ үй не жазды? Мен әлі көрген жоқпын өзі. Тұра салып, бір стақан бал қосқан суымды ішіп алып, сосын бір стақан шайымды ішіп отырмыз. Бірақ стақан шай іштім. Енді бір стақан кофе ішіп алам ба деп отырмын. Сол, енді оқимын, сосын егер уақытым болса кеште сіздерге түсіндірермін, не болып жатыр. Қысқасы көзіңізді ашып жұмғанша дүние алай-дүлей болып кеткелі тұр ғой. Бір көзіңізді ашып жұмғанша мағрұбыңыз машруп болып қалатын zaman келді, сөздің шыны керек. Енді бүгінгі айтам дегенімнің біразын айтып қолдым ау деймін. Енді қысқаша бір өзімді түсіндіре кетейін. Мына жұрт айтады, мына ақылы арнаңыз қашан іске қосылады дейді. Ақылы арна, мен ақылы YouTube арнасын жасақтап жатырмын. Ол ақылы YouTube арнасы осы уақытқа дейін қазақ тілді аудиторияда ешкім жасаған жоқ. Бірақ түрік тілді, араб тілді, ағылшын тілді, француз тілді, қытай тілді, жапон, корей тілді ақылы арналары бар екен. Мен оны зерттеп көрдім. YouTube'тың арнасы болады ақылы арна. Бірақ ол ақылы арна қалай болады? Ол елге жабық болады. Мен тек сіз өзіңіз ақы төлеген адамдар, ақшаңызды төлейсіз, сосын өзіңіздің Google аккаунтыңызды жібересіз. Мысалы, мынада менің Google аккаунтым көрініп тұр. Мысалы, сіз маған коммент жазып отырсыз. Мына жерде мысалы Рүйбок коммент жазып отыр. Хан Қали коммент жазып отыр мысалы. Міне Ғарышбек Ділман коммент жазып отыр. Сіз өзіңіздің ана Google аккаунт деген аккаунт болады. Электрондық поштаңызда Google аккаунт, Google карта бар ғой, Google карта, Google Map, сондағы аккаунтыңыз бәрі аккаунт. Поштаңыздағы аккаунт, мына YouTube'те коммент жазып отырсыз. Мүмкін өзіңіздің YouTube каналыңыз бар шығар, сол Google аккаунт. Соны жібересіз. Мысалы, мына жерде Айша Тұрдыбай қызы дейді. Мысалы, Google аккаунт сол. Сіз өзіңіздің Google аккаунтыңызды маған жібересіз. Мен соны ақылы каналдағы рұқсат етілген адамдардың тізімдігіне жазып кіргізіп қоямын. Google аккаунт деген сол. Мысалы, менде мынадағы Google аккаунт бұл ертеректе ашылған Google аккаунттағы, мысалы, мынау менікі. Бұның Google аккаунты бөлек. Мынаның Google аккаунты бөлек. Мысалы, мына қараңыздар. Мына жерде біздің Google аккаунтымыз Айғұлақ Атажұрт Қазақ Human Rights. Міне, одан кейін сызықша U3684 деген аккаунт. Мысалы, менде тағы бір Google аккаунт бар. Ол қандай аккаунт? Мен сіздерге көрсетейін. Мысалы, Серікжан Біләш Official деген Google аккаунтым бар. Міне. Ол да менде бірнеше Google аккаунт бар ғой. Мынау мысалы менің сирек қолданатын аккаунт. Мұнда мысалы бұндағы менің аккаунтым Айғұлақ ағылшынша айтқанда аны орап қойған Серікжан Біләш Official 2883 деген. Мына менің мысалы Google аккаунт. Соны жібересіз. Мен сол аккаунтымды, сіздің жіберген аккаунтыңызды ақылы YouTube арнасында рұқсат етілген аккаунттардың тізімдігіне қосам болды. Сіз көре аласыз, басқа ел көре алмайды. Бұл ақылы арнаның жұмысы. Міне қазақ тілді аудиторияда бірінші рет іске асырғалы жатырмын. Бұл солай болады. Енді ары қарай бұны кеңітемін. Ары салаға сөйлеймін. Тіпті мен ойлап тұрмын, өзім математикаға мықтымын. Мүмкін мен математикадан да сабақ өтетін шығармын, ерінбесем. Себебі математиканы шағамын әлі. Мен мына миымды
сергектендіру үшін өткенде біраз математикалық есептер берді ме? Мысалы, кеше миымды сергектендіру үшін бір жеңіл есептерді көрейін дедім де, бір жеңіл есептерді шештім. Менің хоббиім, біреу карт ойнаған жақсы көреді, біреу доп ойнаған жақсы көреді, біреу фильм көрген жақсы көреді, біреу ән тыңдаған жақсы көреді, біреу айтысты жақсы көреді, біреу отырып жаңағы қалаулымды жақсы көреді деген сияқты. Мысалы, мен математикалық есептерді шешіп содан рахаттанамын. Сенесіз бе? Жақсы көріп. Жақсы көріп, шешіп, ойланып, формуласын іздеп, анау қалай еді деп, жауабы тұр, жауабын көрмей сөйтіп шешіп жақсы көріп. Мен жақсы көрем. Мен физиканы жақсы көрем, мен химияны жақсы көрем. Мен сол кәдімгі әлі де мына жаңа ғылыми жаңалықтарды көрем. Мен IT саласын қызығып оқимын, не болып жатыр мына. Жасанды ақыл шықты, оны зерттеп жатырмын. Жасанды интеллектті. Оны зерттеп оқимын мысалы. Мен геосаясатты оқимын мысалы. Мен психологияны шемішкедей шағамын. Сондықтан мен ұқсамаған салада сөйлеуім мүмкін, бұрынғы айтқандай. Міне, бұл жердегі әңгіме осында тұр. Енді мына менің қазіргі тегін сөйлеп жатқан Атажұрттың каналы бар. Тегін сөйлеп жатырмын ғой міне. 12-13 жыл болды, мына ең бергісінен есептегенде 17 жылдан бері, 8 жылдан бері сақылдап тегін сөйлеп келе жатырмын. 8 жылдан бері сақылдап. Атқан пулемет құсап сақылдап тұрмын міне. Құдайдың берген қуаты, Аллаға сансыз шүкірлік болсын. Соңғы кезде нәпілімді көбейтіп жүрмін енді. Ал енді бұл тегін сөйлеп келе жатқан каналым шамалы азаят. Себебі менің күшім, жігерім шектеулі. Мен енді бір бөлігімді кәдімгі зерттеп, ғылыми отырып, арнай видео түсіріп, сол ақылы каналдағы маған ақша төлеген азаматтарға мен арнаймын. Енді мына тегін каналым қалдырмаймын. Тегін каналымды қалдырмаймын. Бірақ бұл тегін каналымда сол халықаралық геосаяси, ұлттық, танымдық тақырыптарымды жалғастырамын. Бірақ бұл бұрынғыдай осы сіздерге міне қазір 2 сағат 1 минут бопты міне. 121 минут сөйлеппін. Тура өстіп сақылдап сөйлемеуім мүмкін. Бұл азаюым мүмкін. Себебі күшім шектеулі. Енді Құдай күш беріп, қуат беріп, қайтадан 25 жасымдағыдай болып, арыстандай ақырып, айғырдай кісінеп шыға келсем ғой, ол жақсақ қой шіркін енді. Жақсақ қой енді. Бірақ енді біраз бөлігімді сол ғылыми зерттеу, сол ақылы бөлімге қарай аударамын, біраз күшімді. Себебі маған қаражат керек. Ол қаражат менің қарақан басыма керек емес. Ерін бояғы шалып, тоқай құсап, ерін бояп алайын деп тұрған жоқпын. Құдай өйтіп аздырмасын, Құдай сақтасын, лағнет шайтанның аздыруынан бәрімізді сақтасын. Мен ол қаражатты мына алай-дүлей заман келе жатыр. Қазақтың үлкен ұлттық мақсат үшін саяси күреске жұмсағым келеді. Сол. Ал енді сіз мені қалай қолдайсыз? Қалай қолдайсыз? Мына ақылы арнада ол бөлек. Мына ақысыз арнаға да сіз жылу атауыңызға болады. Мысалы, Каспий картаны жариялап қойдық. Сол Каспий картаға 1000 теңге атайсыз ба? 10.000 теңге атайсыз ба? 1.000.000 теңге атайсыз ба? Мырза көңіліңіз өзі білсін. Ол сіздің бізді қолдауыңыз. Енді 10 бәлен жыл тегін сақылдап сөйлеп, қазақты ағартамын деп, қазақты нанымдық, танымдық тұрғыдан қайтадан ағартамын деп жүрген жігіттің бұрынғы еңбегін бағалап қолдайсыз ба? Ендігі еңбегің жемісті болсын, ендігі қазақтың жаңағы мәселесін көтер деп қолдайсың ба? Өз қалауыңыз болсын. Бұрынғы еңбегіңді қолдадым деп 1000 теңге, 10.000 теңге, 1.000.000 теңге саласың ба? Жоқ, ендігі еңбектерің үшін шаршама деп қолдайсың ба? Өз мырза көңілің болсын. Сондықтан мына ақысыз каналға да өз қалауыңызша оның шектемесі жоқ. Оның шектемесі жоқ. Жариялаған Каспий картаға, мен жариялаған Америка банктерінің картасы бар. Анау Зелле дейтін Американың ақша аудару жүйесі бар, Зелле дейді. Ол кәдімгі телефоннан телефонға аудара саласың, электрондық поштадан аудара саласың. Кәдімгі электрондық пошта менің қазақия@gmail.com дейтін электрондық поштам сол Зелеге байланған. Менің телефон нөмірімде жарияладым, Зелеге байланған. Соған тіке аударуға болады. Ана халықаралық аударым жүйесі PayPal дегенді де жариялап қойдық. Оған аударуға болады. Енді Қазақстандағылар Каспийге аудара беріңіздер. Міне, жалпы менің айтайын деген сөзім осы. Даму мәселесі, қаржы мәселесі, жұмыс мәселесі дейтінде осындай біраз дүние бар. Енді онлайн сұрақ жауап кезегіне кезек берейік. Онлайн сұрақтарыңызды қойыңыздар. 1 минут, мен бір кофе дайындап жіберем ғой деймін.
Онлайн сұрақтарыңыз болса, 1 минут мен бір кофе нетіп жіберем ба? Сұрақтарыңызды қойыңыздаршы, сосын көрейік. Ал енді сұраққа жауап берейік. Ақыры сөйле, қызыл тіл. Ай, бұл заманда өтеді кетеді, сарнап, айтып, бізде кетеміз. Мына дүниеде ештеңке баянды емес. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен көп жұрт мына YouTube-тың мына пост бөлігін оқитын жұрт енді аздау екен. Мен мысалы мына пост бөлігінде әлгінде нені аударып салдым, Мынау Американың қаржы, соғыс зерттеу орталығының Ресейдің 2026 жылға ақшасы жетпейді деген. Мысалы, соны оқысаңыздар, кәдімгі тұтасымен сонда үлкен заттар жазылған. Енді оның бәрін сіздерге мен бірден оқып отырсам, ол да әуре зат. Мен кәдімгіде оны қысқа нұсқа қылдым, алда сақ еткізіп аударып, жариялап қойдым мысалы. Міне, Russia want to be able to дейді, мына мақала міне. Russia want to be able to offer the troops in Ukraine past 2026 as economy struggles, experts says дейді. 2026 жылы Украинада соғысатын труптерін дейді, яғни қалың қолын дейді, әскери қолын Ресей ары қарай қамдай алмайды дейді. Бұл деген сөз New York Post медиасында жарияланған. New York Post. Кәдімгідей үлкен сараптама мақала, енді оны оқысаңыз, мысалы, Вашингтон дейді. ақш-тағы соғысты зерттеу институтының сарапшыларының пікірінше, Ресей Украинадағы соғысты тоқтатуға мәжбүр болуы мүмкін, өйткені оның әскерлеріне төлейтін ақшасы таусылды дейді. Міне, сарапшылардың пікірінше, ел әскерлерінің жалақысыменен жаңадан шақырылғандардың төлемдерін төлеуге жаратылған 106 миллиард долларлық өтем ұлттық әл-ауқат қорының жартысынан жуық қаржысын жеп қойған. Мәскеу қазіргі қарқынмен тағы да 12-де 16 айлық шайқасты ғана көтере алады. Қазіргі қарқынмен 12-де 16 ай дейді. 12 ай болатын болса 2026 жылдың сәуіріне дейін. 16 ай болатын болса тағы 4 айды қоссақ 2026 жылдың тамызына дейін соғысылады дейді. Көтере алады. Міне, Мәскеу қазіргі қарқынмен тағы 12-де 16 айлық шайқасты ғана көтере алады. 2022 жылы Украинаға басып кіру басталғаннан бері ай сайын шамамен 30 мыңда 45 мыңға дейін ресейлік әскер қаза тауып отырды. Ай сайында 30 мыңда 45 мың дейді. Көп жұрт